Саламатсыздар ма, құрметті менің тұрақты көрермендерім, YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әдемі күздік көрініс жасайтын боламыз. Алдымен фоамираның қара материалын алдық. Жылтыр жағын емес, кәдімгі қара жағын алдық. Және біз қолданатын экоматериал, кәдімгі картондардың сырттарына қаптап қоятын қатты салфетка. Осыны біз талдың бұтағы қылып қырқып қиып аламыз. Қарап отырғандай, өздеріңізге ұнаса күздік көрініс соңына дейін қарап, тамашалап, сұрақ болса сұрақ қойып, лайктарыңызды аямай тіркеліп кетсеңіздер болады. Өстіп кәдімгі өсіп тұрған бұтақты үш жағын істейтін боламыз. Мінекей, осыдан біз 4-5 дана жасайтын болдық. Дайындап қойдым. Дәл осындай қылып, мінекей үлкендеу, сәл кішкене, мінекей. Үшіншісі, төртіншісі және 5 тал болады бізде. Өйткені талымыз әртүрлі. Енді талымыздың кішкене кескіндісі бар. Соны қойып қоямыз. Сонда көрініске өте әдемі көрінетін болады. Енді біз осы талдарымызды фоамиран қағазына ыстық кілеммен жабыстырып отырамыз. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде дәрекке жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Осы талдардың бұтақтарын біртіндеп ерінбей кілемін жабыстырып шығамыз. Түгелімен бірдей қылып жабыстырып шықсаңыздар, талдарыңыздың бұтақтары жаңағы фоамиран қағазына жақсы жабысатын болады. Енді екіншісі, кәдімгі кескіндіні жабыстырдық және қалғандарын жабыстырып шығамыз. Алдымен алып тастадық, енді екінші, төртінші, бесіншісін сәл көтеріп жабыстырып шықтық. Мінекей біздің бұтақтарымыз дайын болды. Енді біз осы бұтақтарға жапырақтар жасаймыз. Күздік көріністі 3 түрлі жапырақ жасаймыз. Біреуі және қызғылт, жаңағы сәбіз түсті, ашық сары түсті. Өйткені бізде күздік мезгіл, әрине жаңағы жапырақтарымыз сарғайып түрлі түсті болып тұрады. Осындай қылып біз бәрін үстіп кесіп шығамыз. Мінекей, сарысын кесеміз, дөңгелек қылып қиямыз. Өздеріңіз білесіздер, дөңгелек қылып фасон жасайсыздар ма, кішкене сопақтау қыласыздар ма? Енді мен осы жолы дөңгелек қылып жасадым. Енді осы талдардың ұштарына жапырақтарымызды жабыстырып шығамыз. Алдымен жабыстырмай тұрып, талдарымыздың жан-жақтарына біз негізі бұл талымыздың аты аққайын. Аққайын болу үшін біз талдарымызға осындай қара фоамиран қағазын жабыстырып шығамыз. Кәдімгі су жақта өсетін, Көкшетау, Астана жақтарда өсетін аққайын талдарын жасайтын боламыз. Бұл аққайын ағашы негізі оңтүстікте кейбір жерлерде болады. Өйткені бұл аққайынның отаны су жақ. Көкшетау және Астана, Бурабай, сол жерлерде өте көп өсетін ағаш. Осыны жасап атқан жайым бар. Енді осы аққайын орталарында кішкене қара-қара, кішкене аққайын қабықтары шығып тұрады, соны жасаймыз. Ал кеттік. Осы ағашымызға жабыстырып шығамыз. Қараңыздар, мен сіздерге жай емес тезірек көрсетіп жатырмын. Өйткені видеомның жаңағы ұзақ болмауына себеп болып жатыр. Өйткені көрермендерде жалықпайды. Сол себепте мен сіздерге тезірек көрсетіп жатқан жайым бар. Екінші талды
қараңыздар, аққайынға құсап жатыр ғой. Байғап отқандай осыны жасасаңыздар болады. Үшінші талымыз аяқталып қалды. Төртінші тал. Мінекей, кескінге де жабыстырып қойдық кішкене. Өте әдемі көрініс болып жатыр. Мінекей біздің аққайынымыздың қабықтарын жабыстырып біттік. Енді біз аққайынымыздың жапырақтарын жабыстыратын боламыз. Өте әдемі дөңгелек. Бұл жерде негізі сопақ және сопақтау, шілей қатты дөңгелек емес. Сондай жапырақтарды өздеріңіз кесіп алып жасасаңыздар болады. Әрине өте оңай болып көрінеді, өйткені жапырақтарды бәрін жабыстырып шығу өте көп уақыт алады. Негізі жасасаңыздар өте оңай. Бірақ қолды кішкене көбірек ұзақ уақыт алады. Сол себептен ерінбеңіздер, осының бәрін жасасаңыздар болады. Жапырақтарды міндетті түрде қолмен қиып алудың да қажет жоқ. Өйткені кейбір аппараттар бар, бассаңыздар степлер сияқты дөңгелек қылып шығарып дайындап береді сіздерге. Мінекей жапырақтарымыз дайын болды. Енді бұған не жетіспейді? Бұған талдарымыздың астына шөп жетіспейді. Ол шөпті де кәдімгі біздің ыдыс жуатын материалдармен жасайтын боламыз. Өйткені бізде күз көрінісі, жердегі шөптерімізде кішкене сарғайып тұр. Сондықтан осы кішкене шөптерін жасайтын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Сіздерге бұл көрініс өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Мінекей кішігірім кішкене қараңыздар, шөптер үйіліп өседі. Сондықтан осында шөптің түрін жасап жатырмын. Кішкене қайшымен қырқып аламыз. Енді мінекей қараңыздар, талдардың ортасына да шетіне де қоюға болады. Енді бізге осыны бір жерге қойып, енді бізге гафр қағазын аламыз. Әрине бұл кішкене жасыл болып тұр. Негізі осы қыркүйек, қазан айларында негізі кейбір шөптер жасыл болып тұрады. Соны кішкене шөпке ұқсатып қырқып аламыз. Бастарын үшті қылып қырқып аламыз. Мінекей қараңыздар. Енді осыны ашып ортасына қырқамыз. Сонда өзімізге оңай болады шөпті. Осындай қылып жабыстырып шығамыз. Тағы да жабыстырымыз. Мінекей жабыстырып біттік. Қараңыздар. Күзгі көрініс өте әдемі, сұлу болды. Енді қалған сары шөптерді боталардың түптеріне жабыстырып отырамыз. Сіздерге осы көрініс ұнайды деп ойлаймын. Аяғына дейін көріп, мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып кеткендеріңізге алдын ала рахмет деп айтамын. Көргендеріңізге рахмет. Мінекей күздік көрінісіміз дайын болды.